1914 және 15 жылдар аралығында жазылған повесть «Шұғаның белгісі». Оқиға екі салт аттының әңгімесімен басталып еді. Есімбек дейтін бір кісі өмір сүріпті. Оның 4 ұлы бар екен. 4 ұлдың ортасында бұлаңдап өскен Шұға дейтін қызы болды. Шұға десе Шұға, шіркіннің өзде келбеті ақ еді. Кедейден шыққан бір Әбдірахман деген мұғалім жігіт 8 қырлы бір сырлы осы қызға ғашық болады. Бір-біріне хат жазған екі жас жақындасып кетеді. Әбдірахман Шұғаға үнемі хат жазып, оның жауабын ұзақ күтіп отыратын. Хатты Базарбай тасып жүретін. Қызым Күлзипаны Әбдірахманмен қосамын деп жүрген Айнабай бұл жайтты естиді. Ел ішінде көзге түскен жігіт ол кезде Әбдірахман. Шұғаның әкесі Есімбекке қызым құртылып жүр деп жар салады. Мұны кейін бүкіл ауыл естіген екен. Бір күні үйіне орыс келіп, Әбдірахманды болысқа алып кетпек болады. Сөйтсе, Есімбек оған жала тағып, жер айдатып жібермек екен. Ауыл арасында Шұға ауру екен, төсек тартып қалыпты деген жайт естілді. Қыздың ауруын жазатын тек Әбдірахман. Асығып-үсігіп ауылға қайтып келген Әбдірахман кешігіп қалады. Шұға қайтыпты.